өз құмарлығын тәңір тұтып, көңілі соққан нәрсенің құлы болған, сондай-ақ ақ пен қараның, ақиқат пен жалғанның парқын білсе де, Алланың өзі адастырып, құлағы мен жүрегін мөрлеп, көзін перделеп тастаған бейбақты көрдің бе? Оны Алланың өзі адастырғаннан кейін тура жолға кім түсіре алады дейсің? Міне осының өзін ойлап ғибрат алмайсыңдар ма? деген. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тақуалық, нәпсіге құл болмау туралы айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Жоғарыда айтылып өткен аят туралы Ибн Аббас радиаллаху анху былай дейді: бұл жерде Алланың тура көрсетпеуіне және шынайы дәлелге сүйенбей тұрып, өзіне тура емес жол таңдап алған кәпір туралы айтылып жатыр. Ол өз нәпсісіне ерді, Алланың кітабына емес нәпсінің қалауына бойсунады. Міне сондықтан ол нәпсісіне сыйынған болып саналады деп түсіндірме берген. Алла тағала Құранда былай деген: өзіңе келген ақиқаттан сырт айналып, олардың әуеліктеріне еріп, өзіңе келген ақиқаттан тайма. Уа Дәуд, біз сені жер бетінде біздің үкімдерімізді басшылыққа ала отырып, билік жүргізген халифа қылдық. Ендеше адамдар арасында әділ билік айт, нәпсінің қалауларына ерме, әйтпесе ол сені Алланың ақ жолынан тайдырып жібереді. Анығында Алланың ақ жолынан адасқандарға жауапқа тартылар күнді ұмытқандары үшін тым қатты азап бар деп айтқан. Өйткені нәпсінің қалаулары себеп болған істердің бәрі тозаққа сүйрейді. Алла бәрімізді одан сақтасын. Бір данышпан қандай да бір мәселеде ақиқат қайда екенін біле алмасаң, қай жағы нәпсіңнің қалауларына жақын болса, оның керісіншесін жаса деген. Ибн Аббас радиаллаху анху: екі көзқарастың қайсысы тура екенін біле алмай, екі удай ойда болсаң, саған ұнамды болғанын тастап, нәпсіңе ұнамағанды таңда деп айтқан. Әзірет Омар радиаллаху анху айтады: нәпсілеріңді ауыздықтаңдар, өйткені ол сендерді жамандыққа шақырады. Шынында ақиқат жолда жүру қиын, жаман жолға түсу оңай және нәпсіге ұнайды. Күнә істен аулақ болу оны жасап алып тәубемен жоюға қарағанда жеңіл. Арамға қарау асау құмарды қоздырып, көзге тартымды рахат, ұзаққа созылған қайғыға жол ашады. Лұқман данышпан ұлына: уа балам, әуелі нәпсіңнен сақтануды өсиет етемін. Өйткені нәпсінің өз қалауы бар, оған еретін болсаң, шектен шығарады. Шақпақ таста от жасырулы болғандай, жаман қалаулар да нәпсіде жасырылған. Егер оны шақсаң, от тұтанады, тимесең, жасырылған күйі қалады деп насихат айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде Алла тағала ақылды жаратқанда оған бері кел деді. Ол келді. Содан соң ары бар деді. Ол кетті. Алла тағала ұлылығыма ант, сені ең сүйіктілеріме беремін деді. Ал ақылсыздықты жаратқанда оған бері кел деді. Ол келді. Ары бар деді, кетті. Алла тағала ұлылығыма ант, сені жаман көрген пенделеріме беремін деген деп айтылады. Данышпандар айтқандай, нәпсінің қалаулары сені кедергілі, қараңғылыққа алып баратын жолға ұқсайды. Сондықтан нәпсіге еруден сақтан. Уа жаратқан Алла, ақылымызды нәпсімізге жеңдіріп, бізді зиянға ұшырата көрме. Бұл дүниемен әлек болып ақыретті ұмытуымызға жол берме. Пайғамбарымыз және жолбасшымыз Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам құрметі үшін бізді сені зікір қылғандардың және нығметтеріңе шүкір қылушылардың қатарына қос. Бізге түрлі нығметтерді берген Аллаға мақтаулар болсын. Енді тақуалық туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін тізбектей кетейік. Дүниедегі ең жақсы істерің тақуалық. Істердің ең жоғары дәрежесі тақуалық. Тақуалы болсаң, ел ішінен ең көп ғибадат жасаушылардан боласың. Қанағат қылсаң, ел ішінен ең көп шүкір қылушылардан боласың. Алдынан шыққан күнәдан өзін ұстай алатындай тақуалығы жоқ кісінің жасаған істеріне Алла еш көңіл бөлмейді.